Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Жансая осындай әдемі дәмді болып шығатын, бір ғана жұмыртқадан жасалынатын дәмді кекстің рецебін көрсететін боламын. Бір дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Дәл осындай кесенің көлеміндей бір кесе құмшекер саламыз. Жақсылап ағарғанша араластырамыз. Не көріп тұрғандарыңыздай осындай аппақ болады. Енді дәл сондай сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Дәл сондай сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Енді дәл сондай ұнымызды саламыз. Ұнның ішіне бір шай қасық қопсытқыш салып араластырып қойдым. Жақсылап араластырамыз. Енді екінші кесе ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қоюлықта болады. Вареный сгущенка менде, яғни бұл термостабильді. Духовкаға салғанда бұл еріп кетпейді. Кекстің ыдысына түбіне кішкене ғана тестамыздан құямыз. Қақ ортасына сгущенкамызды саламыз. Описаниеге сгущенканың атын қалдырып кетемін. Басқа сгущенкалар болмайды. Тек қана осында термостабильді, яғни духовкаға салған кезде еріп кетпейтін сгущенка пайдалану керек. Осылай сгущенканың бетін тестамызбен жауып шығамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз кекстің ыдысына. 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минутта пісіп дайын болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңызда өте дәмді, өте әдемі пышный болып көтерілген. Видеом ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, менің жаңадан салған видео рецептерімді жіберіп алмас үшін. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецептер бар, оп-оңай жасалынатын кекстердің, пирогтардың, торттардың, салаттардың, нандардың рецептері бар. Кіріп көріңіздер, кіріп тіркелуді ұмытпаңыздар.